Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті көрермендері. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. 25 жасқа толмаған азаматтарға құмар ойын ойнауға тыйым салынады. Бұл ұсынысты Аманат фракциясының депутаттары айтты. Өйткені бұл нарық жылжымайтын мүліктен 2 есе асып түсті. Қазір 350 мыңнан аса адам лудмания дертіне шалдыққан. Құмарлықтың кесірінен 10 ерлі-зайыптының жетеуі ажырасады. Өзінен өзі қол жұмсаған әрбір 5-ші адам бас тігіп өмірден бас кешкен. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов бұл мәселенің шешілуіне көмектесетін заң жобасын халықпен және мүдделі мемлекеттік құрылымдармен талқылау керегін айтты. Фракция депутаттары ұсынылған заң жобасын бір ауыздан қолдады. Ерлан Қошанов Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы, Аманат партиясының төрағасы. Президент соңғы жылдары елімізде құмар ойын ойнау белең алып бара жатқанын атап өтіп, осыған қатысты шұғыл шаралар қабылдауды талап етті. Біздің Аманат фракциясының депутаттары осы әлеуметтік маңызды мәселені шешу үшін өзімізге үлкен жауапкершілік алып жатырмыз. Бұл ретте ойын бизнесі, лотерея бизнесі мәселесі бойынша заңнамалық түзетулер енгізу жөнінде бастаманы көтердік. Аталған жаңа нормалардың қабылдануы қоғамды бұл дептен ашылтып, жүйелі түрде сауықтыруға әсер ететіні әрине сөзсіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.